Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жұмыртқаның ақуыздарынан осындай әдемі және де дәмі өте керемет от болып шығатын десерт түрін ұсынамын. Каналыма тіркеліп, подписка жасап, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай үлкен ыдыс қажет. Ыдысымыз таза және де құрғақ болуы міндетті. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлектейміз. Сарысын қажетімізге жаратамыз да ақуыздармен жұмыс жасаймыз. Ақуыздарымызды весаға қойып өлшесек, таза салмағы 164 грамм. 5 жұмыртқадан осынша мөлшерде ақуыз пайда болды. Енді жақсылап миксерлейміз. Көпірген сәттен бастап сәйкес 160 грамм қантты 3 бөліп салып жақсылап миксерлейміз. Ақуыздарымыз өзінің формасын жақсы ұстағанша дейін шамамен 10-15 минуттай миксерлейміз. Төңкергенде төгілмеуі қажет. 60 грамм қант ұнтағын салып миксерлеп қойып қоямыз. Ендігі осы ақуыздарымызды пісіретін пергамент қағаздарына өзімізге қажет форманы сызып дайындап қоямыз. Менікі шеңбер болады, домалақ етіп қағазға сызып, сол шеңберге ақуыздарымызды салып қойдым. Немесе осындай көбіреттік қағазды да пайдалануға болады. Дайын шеңбер, осының формасын алдым. Барлық ақуыздарымызды салып алдым, 3 бөлікке бөліп. Ендігі духовкамызды 130 градусқа қыздырып қоямыз. 130 градустан асырмаймыз. 1 сағаттай әбден меренгамыз кепкенше дейін ұстаймыз. Қолымызбен тексеріп көрсек болады. Қолымызға жабыспауы қажет. Осылай барлығын бір уақытта салып қойсаңыздар болады. Ендігі креміне бізге 33% сливки, творожный сыр және де қант ұнтағы қажет. Творожный сырымыздың 200 грамдайын, яғни 2 үлкен қасықпен қантты араластырамыз. Қантты мөлшерлейміз. Тәтті еткілеріңіз келсе көбірек қосасыздар. Негізі 50 грамдай жетерлік. Творожный сыр мен қант ұнтағын блендерлейміз, немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып езіп аламыз. Артынан осының үстінен салқын сливкемізді құямыз. Сливкемізді құйғаннан кейін миксермен миксерлейміз. Өзінің формасын ұстағанша дейін шамамен 3-4 минуттай миксердің жылдамдығын күшейте отырып, өз формасын жақсы ұстағанша дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл кремнің дәмі өте күшті, пломбирный болып шығады. Мінекей креміміз дайын, меренгаларымыз духовкадан шықты, әбден суыды. Кремімізді мешокқа осындай кондитерский салсаңыздар болады, немесе қасықтың көмегімен салып жақсаңыздар болады. Ендігі ортасына салатын салмаларымызды дайындаймыз. Қалауларыңыз бойынша, бірақ курага, мейіз, құрманы пайдалансаңыздар және де орехымызды үгітіп пайдалансаңыздар болады. Кремімізді жағып аламыз және де алдын ала тураған курага және құрмаларымызды 2 бөлікке тең етіп бөліп алдым. Осыларды орналастырамыз. Қалауыңыз бойынша салып қоясыздар. Араларына сеуіп. Орехты қосу міндетті, өйткені дәмін ерекше қылдыратын орех және де бұл салмалар өте пайдалы. Үйлесімді. Өстіп ақуыздарымызды 3 қабатын орналастырамыз. Орталарына кремін жағып, салмасын салып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шығыны өте аз, дәмі деген өте керемет болып шығады. Жеген де арманда, жемеген де арманда. 3-ші бөлігін теріс қоямыз, беті тегіс болып тұру үшін. Және де өзіміздің қалауымызша, яғни фантазиямызға ерік беріп, үйдегі бар заттармен әрлеп қойсаңыздар болады. Мінекей ақуыздардан жасалған десертім дайын болды. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, келесі кездескенше.